Қайырлы кеш менің арнамның көрушілері мен тіркелушілері. Бүгін сіздерге балдың емдік қасиеті туралы айтатын боламын. Арнамнан алыстамаңыздар. Қасиетті Құранда балда шипа бар екендігі айтылған. Раббың бал арасына былай деп уахи етті: таулардан, ағаштардан және адамдар салған күркелерден өзіңе ұя жаса. Сосын әртүрлі жемістермен қоректеніп, Раббыңның саған жайылуға жеңілдеткен жолымен жүр. Араның қарнынан түрлі түсті бал шығардық. Онда адамдарға шипа бар. Әлбетте мұнда ойланған қауым үшін ғибрат жатыр. Нахл сүресі 68 және 69 аяттар. Білікті дәрігерлердің пікірінше, балды дәрумен ретінде еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін пайдаланғаны дұрыс. Себебі бал шипалы тағам. Құрамында адам ағзасына өте қажетті 70-тен астам зат бар. Бұл жайлы мағлұматты аз деген адамдардың өзі түрлі аурулардың алдын алуда оны жиі қолданады. Мәселен, жөтел тигенде сүтке қосып ішу, моншаға түскенде денеге жағу, бет терісін жұмсарту секілді қарапайым адамдардың өздері-ақ білетін рецепттер жетіп артылады. Күнделікті бал тұтынатын адамдардың есте сақтау қабілеті әлдеқайда жақсы дамығандығы ғылыммен дәлелденген. Сондай-ақ олардың қартайғанда ұмытшақтыққа шалдығу ықтималдылығы да нөлге тең. Сонымен қатар, балдағы кальций миға жақсы сіңеді және бұл оның жұмысына жағымды әсер етеді.